Еркегүлдің екі күйеуі. Авторы Нұрдәулет Ақыш. 5 жыл болды, деді Арманбек күрсіне тіл қатып. Сәл тыныстап алды да құлаққа жетер-жетпес бәсең үнмен тағы бірдеңені күбірледі. Өз ойына өзі шомып, бей-жай күйде отырған Еркегүл әдепкіде бұл сөздердің мағынасын түсінген жоқ. Күйеуінің өзіне суықтау көзбен үнсіз бажырая қарағанын сезді де: «Не дейсің? Неменеге?» деді кідіре сөйлеп. Тақ еткен қысқа ғана жауап: «Не, ұмытып қалдың ба? Сенің Қабекеновтер әулетіне келін болып түскенің». «Ах, құрғырай, не деген иіс салмас едім. Есімнен тарс шығып кете қалыпты ғой. Мұның артында анау әңгіме тұр ғой. Сол тұр ғой. Қап, әттеген ай». Еркегүл өз ырқынан тыс лып етіп орнынан атып тұрды. Күйеуінің қасына қалай жүгіріп барғанын да байқамай қалған. 5 жылдық мерейтоймен құттықтап емес, жұбата сөйлеп, көңілін алаңдатып, бірдеме айту керек сияқты. Бірақ аузына жібі түзу оңды сөз түсе қояр деген не? Ас-су қамымен жүріп, анда-санда көзінің астымен жасқана қарап қояды. Күйеуінің қабағын алыстан торыған түрі. Шәй үнсіз ішілді деуге болады. Шәй емес, әркім өздерінің суық ойларын кері жұтып отырғандай. Орындарынан тұра бергенде Арманбектің кеудесінен тағы да «Ух!» деген ауыр леп сыртқа тепті. Жас еркек адамға тепсе темір үзетін атан-жілік сымбатты жігітке жараспайтын ауыр күрсініс. Ыдыс аяғын салдырлата түсіп, теріс айналған Еркегүлдің жанары мұнартып кетті. Ас үйдің қабырғасындағы шағын айнадан байқағаны қысықтау көздерін оңай толтырып үлгеріп, төмен қарай дереу лықси жөнелген жас тамшылары. Арманбектің дәл қазір жанын жегідей жеп, тынысын тұншықтырып, булықтырып тұрған арманның не екенін атап айту шарт емес. Қолмен қойғандай бәрі белгілі жайт. Үйде оңаша қалған жас келіншек булыққан күйін одан әрі тежей алған жоқ. Барашы зары, іштегі күйігі сыртқа қарай лап етті де, запыран болып ақтарылды. Арманбекке не өкпе бар? 5 жыл бойы төзіммен күтуде. Бірақ күткені көрінер емес. Қайтесің? Тағдыр ғой деп тікелей тағдырға жаба салуға болар еді. Үлкен кісілер, ағайын туғандар солай деп айтып та жүр. Әлі жассыңдар, болашақтарың алда деп жұбата сөйлейтіндер де аз емес. Иә, жиі айтылатын жаттаны сөзге не дауа? Десе дей берсін. Бірақ мұның тағдыр емес екенін, бәр кінәнің өзінде екенін Еркегүл ғана біледі. Соңғы сыныпта оқып жүрген жылы. Жастық жігер, асау сезім, ақыл сананы тұмшалап, билеп алып, өктем билік құрып тұрған уақыт. Мектептің соңғы жылы жас жігіттердің арасынан жұбын табалмай, жеке тарас аяқсып жүрген бойжеткен жоқтың қасы десе де болады. Әкетіп бара жатқан ерекше қасиеті айғайлап тұрмаса да, Еркегүлдің де қол ұстасқан жігіті болды. Кім екенін, қайдан шыққанын, аты жөнін тәптіштеп айтудың қазір қажеті не? Әйтеуір бірінсіз бірі тұра алмайтын сияқты еді. Ауылдың бой жете бастаған көп қыздарына тән тіршілік. Ағаларын алыстан айналып өтіп, шешесінен шеттей қашып жүріп, мұғалімдеріне де іс тастайтын дәлелсіз себептер айтып, кешке қарай жиі-жиі кездесуге шығушы еді. Бір-біріне тартқан албырт асау сезім, көзсіз құштарлық артынан неге апарып соғатынын түсінбеді деуге болмас. Бірақ мәніне жете көз салмаған сияқты. Мектепті бітірісімен-ақ сезбеді жағдайының қиындағанын. Жүрген баласы оқуға түсемін деп, абитуриенттердің алдыңғы легімен алыстағы қалаға аттаныпты. Бар сенгені, болған сырдың бір түйірін тастамай ақтарып айтқаны, ағарып айтқаны, өзі жастайынан жақын көретін немере әпкесі. Оның кесімі жалғыз-ақ болды. Құтыл, өзім көмектесем, масқара болатындай ештеңе жоқ. Болашағыңды ойла. Тығырыққа тіреліп, одан шығардың амалын табалмай аласырған жас қыз үшін әпкенің айтқаны ата заңнан кем болған жоқ. Көзді жұмып тәуекел етті. Өзінің сол бір ауыр күндердегі бар ойы, ышқынған жалғыз мақсаты да сол болатын. Аудан орталығындағы бір дәрігер арқылы ешкімге сезірместен түсік тастатты. Бұдан кейінгі ойы кідірместен өзінің көзін құрту болатын. Сонан дереу маңдайға алғаны қала жақ.
Алматы емес, Астана емес, таныстары аз кездесетін басқа қала. Жастықтың екпіндеген жігерлі күндері уақыттың да, қыздың да аяқ қолын жерге тигізбей, алға қарай дедектете жөнелді. Қызығы думаны мол студент шақ. Бірде тоқ, бірде аш қызықты күндер. Сонан соңғы курста Арманбек екеуі бір-біріне алыстан көз тастасты. Сымбатты денелі, қабағы қалыңдау, шықшыты кең сұрша жігіт, бойы жұмбаққа толы тылсым жан секілді. Біреуден ілгері, біреуден кейін көрінетін қарапайым қалпында Еркегүлде ажарсыз қыз емес. Бойындағы бар міні көзінің қысықтығы болмаса, оның да амалын тауып, бүгінгі күннің талаптарына сай келістіріп бояп қоятын. Осының бәрін қойшы, үйленгендеріне міне, бүгін тура 5 жыл толыпты. Бірақ үйдің ішінен бұлдыр-бұлдыр бөбегіні неге естілмейді? Неге бақырып шақырып, аттандап жылап, есікпен төрдің арасын ыбырсытып жатқан бала жоқ? Тағдыр деседі тағы да үлкендер. Сол тағдырдың осынау ауыр үкіміне Арманбек те мойын ұсынған сыңайлы. Тек ауыр көрсінісі, келіншегінің бетіне тіке қарай алмай, алып қаша беретін тұнжыр көзқарасы. Сол күні кешкісін күйеуінің көтеріліп басылып тұрған апай төсін құшақтап жатып. Арманым, деді Еркегүл ақырын ғана. Дауысы әдеттегіден жіңішкере түсіп, бір түрлі нәзік шықты. Осы біз бала асырап алсақ қайтеді? Ауыр мінезді жігіттің қастары дірете түскендей болғанымен, бірден жауап бере қойған жоқ. Төбедегі көзге көрінбес асылын түгендегендей шалқасынан ұзақ жатты да. Рас, мынауың идея екен, деді қаттырақ дауыстап. Екеуі осы мәселені қанша сөз еткенін кім білсін, әйтеуір ұзақ сөйлескен сияқты. Талығып барып, түннің бір уағында ғана көз іліктірген. Әңгімені ұзаққа созған жоқ. Әрқайсысы өз ата-аналарына хабар салып, ақылдасқан болды. Тіпті олардың ақылдарының бұл жерде қажеті де шамалы сияқты еді. Бөбекхананы асықпай аралап жүріп, ақыры дегендеріне қол жеткіздау. 2 айлық қыз бала. Дәрігерлердің берген қорытындысы бойынша денсаулығы жақсы. Сол-ақ екен, үйдің ішіндегі неше жылдан бері қабырғаларды керіп, сіреп тұрып алған ызғарлы тоң лезде сейіліп сала берді. Қабағын қарш жауған беймәлім көңілсіз көлеңке де әлде қайда сымсия жоғалғандай. Екеуі де мәз мейрам. Жас нәрестемен бірге лесе кірген қат-қабат қалың шаруа да үйдің ішін үйірімен толтырып жіберген. Жас баласы бар отаудың бел жаздырмас белгілі қарбаласы. Әсіресе төбеден төнген қара бұлттай бір-біріне тақаса түйіліп, түйісіп жатып алған қалың қабақтардың жазылғанын айтсаңшы. Бұрынғыдай күрсіне бермей, күліп сөйлейтін Арманбек енді мүлде басқаша жан сияқты. Өз айтқандай, Қабекеновтер әулетінің бақытты бір шағы еді ол. Бірақ амал не? Ол шақ ұзаққа созыла алған жоқ. Бірер ай өткеннен кейін Арманбектің Маржанға кішкене қыздың атын жас жұбайлар өздерінше осылай қойған. Деген мейірімі сарқыла бастады. Енді бұрынғыдай көп қолға ала бермейтін болған. Алғашқыда есіктен арсалаңдай кірген бойы жаялықта жатқан бейкүнә нәрестенің асты үстіне түсіп еркелетпейді. Мерлене келіп, мекірене иіскегенінде Еркегүл байқамайды. Әлде бала ұнамай жүрмекен деген оймен суыртпақтап сыр тартып көріп еді, естіген жауабы біреу-ақ. Бәрі прекрасно, тамаша, тек әншейін. Бар гапты бүгіп тұншықтырып жатқан сол әншейінде деген сөзі сияқты. Кішкене Маржандай тас, Арманбектің үйдегілермен қарым-қатынасында басқа да бір өзгерістің лебес еді. Оны Еркегүлдің аңғарғаны бірер күннен кейін. Сөйтсе, Арманбек бұның өзіне де салқын тартып қалғандай. Алғашқыда еміреніп әкетіп бара жатпаса да, анда-санда Еркеш, Ерико деп келіншегін алдына отырғызып, еркелетіп тұратын. Көңілі түскенде, әлеуетті мығым қолдарымен қыса құшақтап, жоғары серпітіп алатын. Бала көтермей жүрген жылдары, уайым қылма, әлі жаспыз ғой, деген сипаттағы жұбату сөздеріне қанжығасында даяр жүруші еді. Ал соңғайларда бір түрлі суысып, сыртын беріп, сырғақсып жүр. Тағы да ана бір кездердей, уайым басқан сәтіндегідей тартына сөйлеп, жоқтан өзгеге тарла қалады. Әлде намыстанам екен, өзінен болмай асырап алғанына,
біреулердің айдап салуы да мүмкін ау. Еркегүл осы соңғы болжамына берік тоқталды. Иә, бұлай қарап тұрсаң, басқадай себебі жоқ секілді. Өзі ашылып ештеңе айтпайды. Бір мәселені екі рет сөз қылуды жақтырмайтын күйеуінің мінезі өзіне белгілі. Ақырып жіберіп, беттен ала түсуге әзір. Мылжыңдап сөйлей берсең, түп-түгел өзіңді кінәлі етіп шығарып, ағаш атқа оп-оңай мінгізе салмақ. Мұндайда Еркегүлдің ұстанатыны аш бәледен қаш бәле қағидаты. Үйдің іші нәрестенің қыңқылына толғанымен сұрғылттанып алған сүреңсіз күндер қайта басты. Әйтеуір Еркегүлдің ойын бөлетін қазіргі алданышы. Жұмысынан баяғыдақ декретті демалысқа шыққан ол, ендігі уақытының қалай өтіп жатқанын ажыратуға дәрменсіз. Маржан да ширап, әпіл-тәпіл жүруге қам жасағысы келетін сияқты. Сауын кесу керек, деді бір күні Еркегүл. Қай күнге белгілесек екен, Арман? Тұжыраңғы кезде күйеуінен қолма-қол жауап алу оңайшылыққа соға қоймайды. Дегенмен келіншек бұған моймастан, сәлден кейін әлгі сұрағын тағы қайталады. Ақыры естіген жауабы тым мардымсыз болып шықты. Білмеймін. Өздерің шешіңдер. Бұл өз әйелдердің шаруасы емес пе? Осыны айтты да Арманбек қолындағы пульттің нүктесін басып, жалп-жалп еткізіп телеарналарды ауыстыра бастады. Ұзамай шағын отаудың шатқаяқтап тұрған әлсіз шаңырағына жай түсті. Жаздың әдемі бір күнінде Арманбек әдеттегісіндей төмен қарап, тұнжырап отырды да, кесімді сөзін бірақ айтты. Мен кетемін, деді жуандау дауысы дірілдеңкіреп. Сөйтпесе болмайтын болып тұр. Маржан екеуің бірдеме ғып күндеріңді көрерсіңдер. Өзіңде көмектесіп тұрамын ғой. Балалы болғандарына жарты жылға жетер-жетпес қана уақыт өткен. Нәрестелік өмірдің ыстық суығы әлі басыла қоймаған, керісінше қызығы көбейе түскен кезде, өзін бұрынғысынан әлде қайда бақытты сезінудің не оғаштығы бар. Кеудесі күмбірлеп, күй шертіп тұрмаса да, Еркегүл алақайлаудың азақ алдында емес педі. Сондықтан Арманбектің мұна сөзінің ашық күнгі найзағайдан несі кем? Біреу құлақ шекесінен жақсылап тұрып, қондырып жібергендей, тәлтіректеп барып, диванға гүрс ете түсті. Қайта Маржанның қолында болмай, манежде жатқандығын айтпаймысың? Ішкі жағынан шыңғырып жеткен әлде бұрын. Жоқ, олай емес, мүмкін емес, деп атой салып аттандап тұрғандай. Көз алдының қарауытып, айналасының жалқы сәтте ғана шыр айналып, шырқырап кеткені несі. Құдай басқа қатының басына бермесін. Еркектің миына кету туралы ой түссе, біткені екен ғой. Артынан естісе, әңгіме бұлай болыпты. Достар, осымен Еркегүлдің екі күйеуі әңгімесінің бірінші бөлім аяқталды. Егер екінші бөлімінде не болғанын білгіңіз келсе, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.